Кореяда сұлулық процедурасын жасайтын клиникаға кеттік. Клиниканың сырты осындай. Регистратурада сізді күтіп алады. Алдын ала запись жасап барғаныңыз дұрыс. Ішінде осындай киім ауыстыратын бөлмелері бар. Шкафчиктарының бәрі кодовый замокта. Киім ауыстырып болғаннан кейін құлтап кетесіз. Киіміңіз былғанып қалмау үшін осындай ауыстыратын халатик береді. Бетіңізде макияж болса, оны жуып тастау керек. Керекті заттардың барлығы бар. Пенка, гидрофильное масло, полотенце, ободок, резинка, тарақ және басқа. Жуынып болғаннан кейін процедура жасайтын кабинетке барамыз. Мен бетіме тек базовый процедура ғана жасаймын. Бірінші процедура аквапил, былайша айтқанда бетті тазалау. Альгинатный және успокаивающий маскалар жасау. Екінші процедура ботекс. Ботекс дегеніміз не? Бетіңіз меніңкі сияқты осындай қимылдағыш болса, мышцаларыңызды қатырып қоятын процедура. Каристер оны жас кездерінен бастап жасайды екен. Онда тұрған ештеңе жоқ. Филлермен шатастырмаймыз. Қандай зияны жоқ процедура. Процедураларыңыз біткеннен кейін бір сусын алып ішсеңіз болады. Кофенің неше түрлісі, чай немесе милкшейк. Клиникадан тегін комплимент. Оны сізге робот-бариста дәмді қылып жасап береді. Кореяда любой сервисті өте жоғары деңгейде атқарады. Ал сіз қандай процедура жасатасыз? Және ботексті неше жастан бастап жасаған дұрыс деп ойлайсыз? Комментарийға өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Корея туралы видеолар ұнайтын болса, жазылып кетіңіз.